Сіздерме курсқа қатысушылар, қал жағдайларыңыз қалай? Сіздерде барлығы жақсы деп ойлаймын. Осы логистика курсына қош келдіңіздер. Бүгін бізде кіріспе сабақ. Сіздерге курс жайлы алдымен түсіндіре кеткім келіп тұр. Біздің курс осы практикада, теміржол саласында практикада қолданылатын барлық терминдерді, қандай құжаттарда мәселелер болады, соларды түсіндіремін. Біздің бұл курстағы маңызды өнім бұл рейл тариф программасы. Қазір өздеріңіз білесіздер, барлығы дамып жатыр, искусственный интеллект деп жатырмыз, GPT чат деп жатырмыз. Соған салып сұрап көрдім, мысалға рейл тариф туралы не білесің, оны қалай санау керек деген сияқты. Бұл жақта орысша айтқанда поверхностно деді ғой, тек әдемі түрде рейл тариф деген осындай, оны санау үшін мынаны білу керек деген сияқты тек мәліметтерді ғана береді. Ал біздің сабақта мен сіздерге шұқып тұрып көрсетем, прямо мынаған басу керек, мына кнопкаға басу керек, біз неге бұндай қосымша сборларды алып жатырмыз, солардың барлығын нақты түсіндіретін боламын. Бұл салада 15 жылдай тәжірибем бар. Қандай құжаттар керек болады, ол құжаттарды қайдан алу керек, солардың барлығын түсіндіріп айтатын боламын. Өзімнің басымнан өткен бір жағдайды айта кеткім келіп тұр. Мен өзім транспорт және коммуникация академиясын бітіргенмін, КЗТК бұрынғы, қазірде ол академия логистики транспорта деп аталады, қателеспесем. Соны бітіргеннен кейін әкем мені осындай транспортный экспедиторский компанияға жұмысқа орналастырды. Ол жақта маман жұмыс жасап отырды. Сосын біздің бастықтарымыз айтты, өрікті түсіндіресің, осыған үйретесің барлығын деп. Содан ана кісі енді мен сұраймын, ол кісі тез көрсетеді, мынаны, бірақ мен ешнәрсе түсінбеймін. Тағы да сұраймын, тағы да солай жауап береді. Бір солай 2 аптадай өтті. Содан бір күні ол кісі кабинетте ешкім бастықтар болмаған кезде маған айтты да, өрік, мен сені үйретпеймін. Егер де сен барлығын біліп алатын болсаң, мені жұмыстан шығарып жібереді. Өйткені мені қалдырған бастықтарға кішкене тиімдірек болып тұр. Менің енді әкемнің несі бар деген сияқты, үлкен бастық болған адам. Сондықтан турасын айтты ол кісі, түсіндірмеймін, бастықтарға айтушы болма оны деген сияқты. Содан кейін енді университет бітіргеннен кейін енді білмейсіз ғой, ештеңе білмейсіз. Университетте оқытатын теория басқа, практика жүзінде ол совсем басқа, мүлдем басқа да. Сондай жағдай болған, сондықтан бұл біздің курс, мен ойлаймын, осы университетті бітірген, неден бастайтын білмейтін, не үйренетін онша білмейтін студенттерге өте жақсы. Және де осы достық Алтынкөл шекарасымен рейл тарифті жақсырақ меңгергісі келетін мамандарға өте жақсы таптырмас курс деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге қайырлы білім болсын. Бисмиллах деп курсымызды бастаймыз.